Осыдан бір жыл бұрын осы қыздардың біреуі соғып кеште жоғалып кеткен. Оны тапты, бірақ одан қалған бөліктері ғана. Егер сіз қазір тамақ жеп отырсаңыз, жемеңіз. Бәрі Үшқұрының студенттік соғып кешке барғаннан басталды. Олар сәнденіп, көйлек таңдап, әйтеуір дайындалған. Осыған дейін олар мектептегі достарымен кездесу шешті. Соғып кешке келеді және үстелге отырады. Сосын досын күтеді. Дос келеді, олар әңгімелесіп отырады. Бір кезде сол досы 5 минут бұрын дәлізде бір толық еркекті көргенін айтады. Бірақ достары оны бір күзетші немесе жұмыскер деп ойлайды. Бірақ әлгі жігіттің айтқанына қарағанда, ол 3 пілді жұтып алғандай болды. Еркек шынымен үлкен болды. Олар оны талқылап, ол маньяк болуы мүмкін деп әзілдеді. Ал енді тыңдаңыздар. Олар үстелде дәмді бургерлер көреді. Және тағы тамақтар болды. Олар үшеуін алып орманға кетті. Еріккендер ғой, іштері пысқан. Әзілдеп, ішіп, қыдырып, оларға қуанышты болды. Бірақ таңертең өзінің үшінші құрбысын таба алмады. Скарлетт Суом. Қалаға дейін жол 1 сағаттай болды. Үйіне жаяу кетті деп ойлап қалды. Кешке оның анасы хабарласқан соң, бұл жерде бірдеңе дұрыс емес екенін түсінді. Ол мектепте болмады, ал телефонына қоңырау шалса алмады. Олар бірден полицияға хабарласты және оны іздестіру басталды. Іздестірудің 2 күн нәтижесі болды. Бірақ бір кезде көлікте бір түрлі ізді көреді. Біреу қызды кір қолмен алып кеткендей. Ол іздерді мамандарға береді және олар біреуді тапты. Джо Мартини. Оның түрін көріп кішкене шокта болдым. Полицейлер Джо Мартиниді тапты және оның үйінде 3 өлі денені тапты. 3-еуі әйелдің денесі. Ол бөлшектерге бөлінген екен. Және 3-еуінің ішінде Скарлетт та болды. Яғни одан қалған бөліктері. Джо жай ғана маньяк болмады. Ол каннибал болды. Яғни сол адамдарды ол жеген. Және солардан бургер жасап сатқан. Егер сізде бір түрлі толық еркектің тамақ сатып тұрғанын көрсеңіз, аз дегенде жемеңіз.